Аға, хиджаб арабтардың ұлттық киімі дейді, сол рас па? Жауап: хиджаб деген сөз араб сөзі. Қазақта оны кимешек, орамал, шариғат шәлісі деп атаған. Және де апа-әжелеріміз осыларды киген, таққан. Әр ұлтта оны өз тілімен атайды. Мақсат әйел адамның ұзын, кең киіп, басына орамал тағуы. Құранда бұйырылған нәрсе осы. Ата-бабаларымыз таза исламда жүрген ғой. Таза исламды таза ұстанған жас қыздар бәлиғатқа толды ма, бітті, кигізіп тастаған. Ол киноларды бүйтіп шығарып, қазіргі адамдар бұрынғы заманда солай болған секілді ойлайды. Киноларда көрсеткендей айтады да, бұрын бүйтпеген, сөйтпеген деп. Қазір реальный фотолар шығып жатыр ғой, баяғы 100 жыл, 200 жыл бұрынғы фотолар. Француздың бір кеп түсірген несі бар, бір орыстың кеп түсірген фотолары бар.